Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында майонез даярлаймыз. Майонез дүкендегіден әлде қайда дәмді болып шығады. Әрине зиянды қоспасыз үй жағдайында қолжетімді заттармен даярлайтын боламыз. Даярлануы небәрі 2 минут уақытыңызды ғана алады. Бір ыдысқа 3-тен 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық қант, жарты шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық горчица және 1 ас қасық лимон шырынын құямыз. Оған 1 дана жұмыртқаны саламыз. Артынан 150 мл өсімдік майын құямыз. Мен күнбағыс майын қолдандым. Погружной блендерді ыдысқа салып, оны көтермей шамамен 2 минут көлемінде жақсылап араластырамыз. Аз уақыт көлемінде сіздер осы майонездің ағарып шыққанын көресіздер. Майонез жасау үшін міндетті түрде погружной блендер қажет. Миксермен майонез араластыруға келмейді. Осымен біз бірер минуттың өзінде өте дәмді майонез даярлап алдық. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ал мен сіздермен өз каналымда тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің рецептімен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.